Жасөркен ауылында дүниеге келдім. Номер 12 Жуалы ауданындағы номер 12 Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінде шаруашылық меңгерушісі қызметін атқарамын. 2019 жылы осы мекемеде бастауыш кәсіподақ төрайымы болып сайландым. Кәсіподақ мүшесімін. Бүгінгі таңда мекемеде 62 жұмыскер жұмыс атқаруда. Барлық жұмыскерлермен еңбек шарттары жасалған және барлығы да кәсіподақ мүшелері. Үздік бастауыш кәсіподақ ұйымы облыстық байқауын өткізу туралы ереженің талаптарына сәйкес менің таңдаған тақырыбым ұжымдық шарттық жұмыс. Жуалы ауданының бөлімі мен білім қызметкерлері кәсіподағының Жуалы ауданының комитеті арасында 2024-2026 жылдарға жасалған ұжымдық шарттың талаптарының кәсіподақ мүшелеріне берілетін кепілдіктері туралы. Зейнет жасына жеткен биология пәнінің мұғалімі Боздаева Ләйла Жөндербекқызы алдағы оқу жылында жұмыс берушімен 1 жылға еңбек шартын ұзартқан жағдайда педагог зерттеуші біліктілік санатының аяқталуына байланысты ұжымдық шартта кәсіподақпен қандай кепілдіктер бар екендігін сұрады. Биология пәнінің мұғалімі Боздаева Ләйла Жөндербекқызы өзін мазалап жүрген сұрағына жауап алды. Ұжымдық шарттың 3-6 тармағына сәйкес зейнеткерлік жасқа толған жұмыс жасайтын педагогтың аттестаттаудан жалпы негізде өтуден бас тартқан жағдайда қолданыстағы біліктілік санатының мерзімі аяқталуына байланысты біліктілік санаты бір деңгейге төмендейтіні түсіндірілді. Сонымен қатар қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Құрматаева Кәмшаттың қайын атасының 2025 жылдың 17 қарашасында қайтыс болуына байланысты 3 күнге жалақысы сақталмайтын өтініші жұмыс берушінің атына жазылған. Алайда ұжымдық шарттың 5-2-4 тармағына сәйкес жұмыс берушінің атына өтініш қайта жазылып 5 күнге ақылы демалыс берілді. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 88 бабына сәйкес жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысының ұзақтығы күнтізбелік 24 күн болатын. Жыл сайынғы ақы төлейтін негізгі еңбек демалысы беріледі делінген. Алайда ұжымдық шарттың 5-2-2 тармақтарына сәйкес техникалық қызметкерлерге, соның ішінде қызметтік бөлмелерді тазалаушыларға жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысына қосымша зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстарына 12 күнтізбелік ақылы еңбек демалысы беріліп отыр. Осы ұжымдық шарттың 7-1-2 тармағына сәйкес қызметтік бөлмелерді тазалаушыларға жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы берілгенде лауазымдық жалақы мөлшерінде емделу жәрдемақысы төленіп келеді. Жоғарыда аталған елеулі еңбектерімнің нәтижесінде бірнеше рет республика, облыс, аудан көлемінде құрмет грамоталарымен және алғыс хаттармен марапатталдым.